Кеңес одағының 20 ғасыр ортасындағы тарихы қанша зерттелді десек те, әлі күнге дейін оң бағасын ала қоймаған ақтаңдақтары жетерлік. Бұл әсіресе Кеңестер одағының әлеуметтік экономикалық және саяси құқықтық феномені болған, тұтас мемлекеттің тарихына үлкен әсер еткен лагерь түрме жүйесінің құрылуымен тығыз байланысты. Ресми деректерге жүгінсек, 1940 жылдың соңына таман үлкен жезқазған құрылысын ауқымды жүргізуге қажетті алғышарттардың барлығы қалыптасыпты. Алайда 1941 жыл басталған Ұлы Отан соғысы бұл іске өз өзгерістерін енгізгені белгілі. Ал 1940 жылдан бастап Жезқазғанның ГУЛАГ жүйесіне берілуі оның азаматтық құрылыстан гөрі мыңдаған тұтқындардың еріксіз еңбегіне негізделген әскери казармалық құрылысқа айналғандығын көрсетеді. Алайда арада қаншама жылдар өтсе де, лагерлер бас басқармасына қатысы бар құжаттар әлі күнге дейін құпия қалпында. Десек те, отандық ғалымдар бұл тақырыпты күн тәртібінен түсірген емес. Мәселен, Қарағанды Болашақ университетінің ғылыми зерттеу және тарихи ағарту орталығы авторлар ұжымы дайындаған мына қос томдықта біршама айғақтың беті ашылған. Қарағанды облысында лагерлердің 3 типі болды. Біріншіден, атақты саяси тұтқындар отырған Қарлақ лагері болды. Екінші лагердің типі бұл әскери тұтқындарға арналған. Шығыс әскерінің жапон әскери тұтқындарына және Европалық әскер, неміс әскер тұтқындарына арналған лагер болды. Үшінші типі бұл ерекше лагерлер. Совет одағында барлығы өзі 12 ерекше лагер болды, соның 4-еуі Қарағанды облысында болды. Әрине, арқа аймағында орналасқан осыншама лагер тұтқындарының тегін жұмыс күші өндірістің өркендеуі мен қала құрылысын қарыштатқаны анық. Мәселен, 40-шы жылдары байыту фабрикасы іске қосылуымен Жезқазған комбинатында 2 ірі кәсіпорын пайда болды. Сол жылдың 30 тамызында нөмір 51-ші алып шахта пайдалануға беріліп, Жезқазған кен басқармасы бұрынғы Кеңестер одағындағы ең қуатты кәсіпорын деңгейіне жетті. Әрине, жуық арада мұндай жетістікті бағындырудың басты кепілі жан-жақтан жеткізілген қыруар адам күші еді. Сонда қиындықты жаңа игеру үшін мына жергілікті осы арқаның төңірегіндегі, оның үшін Жезқазған жеріндегі лагерлер қажет болды. Оны кіммен қамтамасыз ету керек? Оны жаңағы тұтқындармен, яғни ГУЛАГ жүйесіндегі адамдармен. Мен тіпті өзім сол тақырыппен айналысқаннан кейін кезінде Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың несіменен қорларымен жұмыс істедім. Bir деректі кездестірдім. Жаңағы НКВД-ның халық комиссары Берияның атына Қаныш Имантаевтың қолымен жазған хат бар екен. Жаңағы жезді марганец несін кенін өндіру үшін өте үлкен жұмыс керек. Сондықтан жаңағы ГУЛАГ жүйесіне қарасты 6000 тұтқынды заключенный мына неге жіберу жөнінде өтініш жолдаймын деген. Жалпы 30-шы жылдары Кеңестер одағындағы еңбекпен түзету лагерлер жүйесі дербес жеке империя болғаны белгілі. Сол империяның кең даладағы түкпіріндегі бір ықшам нүктесі теректі бөлімшесі. Шойын жол бойындағы мына вокзал бекеті де сан қилы оқиғалардың куәгері. Сүйегі мықты, суреті сүреңсіз ғимараттың арғы беті қатпар-қатпар қалың шежіре. Тереңнен түртінсең тарих тараулары төгіліп тұр. Жалпы Теректідегі әр үйдің ауласы мен қорасы кешегі 50-ші жылдардағы степлак тұтқындарының тағдыр тақсіретіне тола. Ал мынау енді солдаттардың баяғы больницасы тұғын. Осы жерде рентгенге түсіреді, неге түсіреді солдаттарды. Біз оқушыларды осыған әкеп тексертетін. Жаңа постығайдан өткізіп ақ біледі. Постығай алдыңғы жағында тұғын, қазір орны жоқ қой. Сосын мынау сол ненекі мұсқой зоннан. Міне ерді мұсқой зонның барақтары бар тұғын, бәрі бұзылды. Мынау қалған, қазір 2-еуі қалған. Кезінде степлактың 5-ші бөлімшесінің орталық кеңесі болған мына ғимарат Теректідегі ең сәулетті орындардың бірі. Шыны керек, өңірдің өлкетану жылнамасында ғимараттың өзіндік тарихы мен танымы ерекше. Бір таңданарлығы баспананың іші сырты біршама тәуір сақталған. 60-шы жылдардан бастап мұнда ауыл мектебі орын теуіпті. Осы 54-ші жылы 1-ші классқа осы мектепке әкелген. 5-ші классқа дейін жаңа мен орыс оқыдым, ол уақытта орыс мектебі тұғын. Жаңағы апам 6-ші классқа дейін оқыды.
осы лагерьдікі ғой, кілең орыстар тұғын, бұл жерде тұрған. Кілең военный адамдар, солдаттар, солардың қыздары тұғын, бізбен бірге оққан, бір отбасындай болып. Содан олар көшіп кетті кейін Россияға. Бір ақиқаттың басы ашық, кешегі кең байтақ кеңестер елінің соқадан ғарышқа қарыштатқан экономикалық дамуында еңбекпен түзету лагерлерінің үлесі зор. Бұл жүйенің қатаң механизмі кешегі 60-шы жылдарға дейін мүлтіксіз қызмет еткенін ұмытпайық. Бұл лагерлердің құрылуындағы негізгі мақсат бұл өңірді Сталиннің тапсырмасы бойынша индустриализациялау, яғни жер асты кен байлықтарын игеру, қалалар салу, тағы да басқа жаңағы әлеуметтік жүйелердің барлығын инфрақұрылымдарын қалыптастыру үшін қолға алынған мәселе болатын. Степлакқа тоқтайтын болсақ, Степлак бұл Жезқазғанда болды, 8 лагерлік бөлімшесі болды. Ол жаңағы Рудникте, одан кейін Кеңгірде, сосын Балқашта, жаңағы Шығыс Қоңыратта, одан кейін мынау Спасскіде болды. Бұлардың жас ерекшеліктеріне егер тоқтайтын болсақ, отырған тұтқындардың бұл 18 бен 60 жас арасындағы адамдар отырды. Және 3 жылдан жоғары жаңағы 25 жылға дейін сотталған. Ол уақытта аса қауіпті мемлекеттік қылмыскерлердің көбісін 10 жылға, 15 жылға, 25 жылға соттайтын болған. Демек сонау Беломор каналдың әкімшілік үйі мен Теректідегі мына 5-ші бөлімше ғимаратының тарихи үндестігін көреміз. Тіптен дербес голландық пештермен жарақталған ұзын дәліздің қос қапталындағы ондаған бөлмелеріне дейін ұқсас. Осы арада зұлматшылдардың табы қалған тарихи ғимаратта 70 жыл бұрынғы оқиғалар желісі қалай өрбіді деген сауал мазалайды. Ол кезде 4 жылдық соғыстан қалдырап шыққан кеңестер елі тегін жұмыс күшіне аса мұқтаж еді. Сондықтан да Степлак құрамындағы барлық бөлімшелер тегін ауыр жұмысқа жегілді. Мәселен, Теректі лагеріне өзге бөлімшелерді ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету жүктеледі, оған 1,27 шаршы шақырым жер бөлініп беріледі. Бұл жұмыс атқаруға жеңіл қылмыспен сотталған 3384 адам тартылған. Лагердегі нақты өнім өндіру көрсеткіші 20-25% артығымен орындалып отырған. Жалпы режимдегі Теректі бөлімшесіндегі ұйымдастыру бақылау жұмыстарына 1953 жылдың 1 қарашасынан жетекшілік еткен бөлімше басшысы аға лейтенант Кирилл Егорович Дудин 1911 жылы туған. 1938 жылдан коммунист кеңес әскерінің офицері, аса талапшылдығымен, шынайы әділдігімен ерекшеленіпті. Бөлімшеге жүктелген негізгі жұмыс мал өсіру мен егін егу жұмыстары. 1953 жылғы деректер бойынша бөлімшеде 2196 бас мал басы есепке алынған. Сондықтан да бұлар Жезқазған архивінде сақталған бөлімше партия ұйымының ай сайынғы бас қосуларында мал басы мен көктемгі, күзгі дала жұмыстарының барысын талқылаған, қабылданған шешім қарарлар өте көп. Тіптен бөлімше партия ұйымдарының хатшысы Краснопурскийдің, КСРО ішкі істер министрлігі Степлак саяси бөлімнің бастығы Алешкиннің атына жазған қызметтік хат сақталған. Онда мал басының өлім жітіміне жол берген бөлімше басшысын тәртіпке шақыру жөнінде мәселе қояды. Ол уақыттың қатал заңы бәріне ортақ. Кез келген өрескел қателікке жаза дайын. Демек, сотталғандарды сырттай бақылаушылардың өздеріне де қадағалау, бақылау талаптары қатаң болғандығын көреміз. 1954 жылдың 10 маусымындағы дерек бойынша Степлак бөлімшелеріндегі тұтқындардың жалпы саны 20.698 адам болыпты. Олардың 4021 әйелдер. 20 жылдан астам мерзімге сотталғандар саны 7784-ге жеткен. Байқасақ, жалпы сотталғандар арасынан 58 баппен жазаланғандар саны едәуір көп. 14785 адам. Мұның өзіндік сыры бар. Сталиннің бізде әскери тұтқындар жоқ, тек қана сатқындар ғана бар деген бір ауыз сөзінен соң 58 баптың салмағы да, салдары да күрт өскен. Демек, соғыс кезінде саясаттың құрбанына айналып,
58 баппен сотталғандардың бірі қылмыстық жазасын теректес атқарған атыраулық Ғайпен Бейісов тағдырына айрықша тоқталғандарымыздың өзінде себебі бар. Оның тағдырына тікелей әсер еткен 1941 жылдың 18 қыркүйегінде Харьков бағытындағы майданда кеңес әскерінің күйрей жеңілуі, алапат айқаста 650 мыңнан астам кеңес сарбазының тұтқынға түскені тарихтан мәлім. Украинаның Луховица қаласының түбінде ауыр жаралы күйінде неміс фашистердің тұтқынына түседі. Ол тұтқынға түскеннен кейін оны Польша мемлекетінің аумағындағы лагерлерге жіберіледі. Ғайпен Бейісов Мұстафа Шоқаймен тұтқындар лагерінің лазаретінде 1941 жылдың қараша айында кездесіпті. Ол жайында естелігі бар. Соғыстың алғашқы жылында 180 мың кеңес тұтқынын Еуропа еліне шығарып, аман алып қалған Мұстафа Шоқайдың беделі ол кезде керемет еді. Ал 1942 жылдың көктемінде Бейісов Варшава қаласынан 20 шақырым жердегі тұтқын мұсылмандар лагеріне жіберіледі. 40 мың тұтқын жинақталған лагердің ресми атауы Легионова СС Зондерлагері. Бұл атақты Түркістан легионының негізін қалаған орын. Логиновдағы лагерде ол Түркістан легионы қатарына өтеді. 6 ай бойы азапты көрген тұтқындардың көпшілігі бұл Түркістан легионы өз еріктерімен түспеген болатын. Себебі ол кездегі ең ауыр мынау тұтқындарды кеңестік кезең аяусыз Сталиннің бұйрығымен біздерде тұтқындар жоқ, сатқындар деген айып таққанын ауыр зардабы болды. Миллиондаған кеңестік жауынгерлер осы айдарға ілікті. Сол іліккен адамдардың бірі осы Ғайпен Бейісов болатын. Оқу жаттығу барысында легионерлер Түркістан ұлттық комитетінің жетекшілері де үгіт насихат жұмыстарына барынша екпін салып бақты. Мәселен, 1944 жылы Берлин баспасынан Ғайпен Бейісовтың «Бұлбұлдың үні» атты кітапшасының 3 тілде жарық көруі соның айқын айғағы. Қазақшасы латын қаріппен басылған. Кітапшаның ең өзекті негізі бостандық пен азаттық. Түркістан комитетінде ол Вермахтың бас командованиясының үгіт насихат комитетінде фототілші болып қызмет атқарады. Кейін 1945 жылы бұларға, соның ішінде атақты жазушы Қамза Абдулин бар, бұларға мынау Түркістан легионының қатарында жауынгерлерді кеңестік одағына қашуға ұйымдастырды деген, астыртын ұйым құрды деген айып тағылып, бұлардың барлығы ату жазасына беріледі. 1945 жылдың сәуір айында бұлар ату жазасын күтіп отырған кезеңде кеңестік әуеден шауылдар соққы берген кезеңде бұлар түрмеден қашып шығып, кейін кеңестер армиясының қатарына өтеді. 1946 жылы елге келгеннен кейін оны отан сатқын ретінде 10 жылға азап лагеріне жаза кеседі. 1946 жылдан 1956 жылдың ақпан айына дейін бүкіл жазасын өтеген тұлғалардың бірі. Ол кезде әскери тұтқынның тағдырына жазылған бастайып 58-ші бап. Бұл отанын сатқан опасыздық жазасы. Ал жауынгерлердің жау қолына қалай түскені, тартқан азабы ешкімді де толғандырмайтын. Сөйтіп, соғыс жылдары Түркістан легионы сапына қатысты деген айыппен атақты жазушы көкшетаулық Қамза Абдулин қазақтың Паганини атанған Қарқаралы өңірінің тумасы Айткеш Толғанбаевтармен бірге атыраулық Ғайпен Бейісов те 1947 жылы күзде 25 жылға сотталып Колыма лагерінен бір-ақ шығады. Ол осы лагерлерде жүріп, өзінің көрген білгендерін, басынан кешкендерін, тәуелсіздік алған жылдардан кейін Тамұқтан өткен тағдыр атты кітабы басылып шықты. Степлак, Қарлақтағы көрген қорлықтарын, яғни өзімен бірге болған тарихи тұлғалар жөнінде ерекше тебіреніп жазады. Колымадан келгеннен кейін жазған лагеріндегі азапты күндерді, тозақты өмірді суреттеп жазады. Осы лагерде жүріп, ол өзі көптеген адамдармен танысады. Сол адамдардың басынан өткен өмірін, өзінің өткен өмірін, осы лагердегі тұрмыс тіршілігін жан-жақты өз кітабында баяндайды. Түс ауа айдалада тұрған үлкенді кішілі 5 ағаш барақтың жанына келіп тоқтадық. Кейін білдік. Бұл жердің аты Рудник жезқазғаннан 60 шақырым жердегі Теректі станциясы екен. Яғни далалық лагердің ауыл шаруашылық бөлімшесі.
Бізді қарсы алған жас лейтенант, сіздер алғашқы бес конвойниктерсіздер. Құрылыс номеровщигі болсаң, ауыл шаруашылығы қиын болмайды. Үйреніп кетесің деп әңгімеге тартты да мені бөлімшенің номеровщигі етіп алды. Соның алдында ғана Жаңбырбай ақсақал кеңгірге барып, Катыржан лагерінен 40 әйелді алып келген екен. Сөйтіп, жерінде бір терек жоқ теректі дейтін жерде 40 әйел, 14 еркек ауыл шаруашылық жұмысына кірісіп кеттік. Ер адамдар ауыл шаруашылық механикасымен айналысады. Әйелдер дақылдарды тазарту, жерге егуге даярлық жұмыстармен шұғылданады. Бұл бөлімшенің қожасы біздер келгенде қарсы алған аға лейтенант ұлты татар Латыпов болып шықты. Одан кейін оперуполномоченный Кәрімов деген қазақ жігіті. Үшіншісі Жаңбырбай ақсақал. Каторгаға қарағанда бұл жердің ауқаты да жақсы. Бөлімше бастығы Латыповтың 3 аяқты мотоциклі бар. Демалыс күндері мені ертіп алып, киік аулауға шат. Кемінде 2-3 киік алып келсек, келесі демалысқа дейін жетеді. Латыпов өз алмайды. Тұтқындардың қазандығына салады. Одан 2 офицер бірге ауқаттанады. Бөлімшенің ішінде ларёгі бар. Оның сатушысы да тұтқын әйел. Тұтқындар өзіне керегін алады да айдың аяғында өздері төлейді. Бригадир Лидия Афанасьевна деген сары қарын украиналық әйел. Бостандықта бас агроном болып жұмыс істепті. Жұмыстың технологиясына мығым. Ауыл шаруашылығының қыр-сырын меңгеруді, наряд жабуды, еңбек ақы төлеуді сол әйелден үйрендім. Сібір лагерлерінде жазасын өтеген 23 легионер кейіннен Жезқазғандағы Казмедстрой құрылыс тресіне жұмысқа жіберіледі. Солардың сапындағы Ғайпен Бейісов те алғашқыда Жезқазғанда, сонан соң Теректіде тәмамдайды. Тамұқта өткен 10 жылының соңғы 365 тәулігін. Бұл лагердің тағдыры да өте қиын. Ең керемет шарықтап тұрған кезінде, жаңағы өндірісті күшейтіп, кенді өндіріп жатқан уақыт 25 мың тұтқын болған екен. Оның ішінде жаңағы бірінші кезекті саяси тұтқындар. Ең алыстағы лагер, бұған жаңағы ең қауіп деген адам жіберу керек. Одан кейін жаңағы соғыстан қолға түскен тұтқындар бола бастады. Міне соның бәрі жиналып келген уақытта осы жерде үлкен лагер жүйесін жұмыс істеді. Теректідегі мына ескерткішті ауыл азаматтары 2015 жылы ашыпты. Мәрмәр тақтада Ұлы Отан соғысы кезінде мерт болған 37 теректілік майдангерлердің есімі. Ал шойын жолдың арғы бетінде сол соғыс зұлматынан жазықсыз жапа шегіп, өмірден өксіп өткендердің естелік орны. Бұл ежелден мейірім мен зұлымдықтың қатар өрбіп келе жатқандығының тасқа түскен белгісі. Енді сол осы ауылда тұрғаннан кейін соғыс ардагерлеріне арнап өзім бір ойым болған, соғыс ардагерінен бір ескерткіш қоям ба деп, соны ауыл азаматтары қолдап 15 жылы міне осы бір ескерткіш қойдық. Қаншама 37 адам, бір 5-6 адам деп ойлайтын тұғымыз, оның өзі қаншама адамдар шықты, соғыс ардагерлері. Енді біз Қазақстанда Александр Невский орденін алған, енді біздің ауылымызда Есім Сейт Бейсенбаев деген кісі болды, Сердалинов Егізек деген кісі болды, герой дейді сол уақыттағы. Қаншама әкелеріміз, аталарымыз осы жерден соғысқа қатысып, соңына белгі қойылған. Енді мен осы жылда келіп, осының тазалық жұмыстарын жасап, өзі жылда бір іс шара жасап отырмын.
Халқымызда өткенге тағзым, болашаққа тағылым деген тамаша нақыл бар. Тағылым мен тағзым екі сөздің тілдік айырмасы бір-ақ әріп, ал оның рухани тұрғыдағы айырмашылығы жер мен көктей. Ең бастысы, өткеннің өкінішін айтқанда, елдің еңсесін езе түсетіндей етіп емес, тарихтан тағылым алып, кемшіліктерден безе түсетіндей етіп, ұрпақ санасына сіңірсек, мақсаттың орындалғандығы. Кешегі қасіретті тарихымызға жүгінсек, Қазақстанда 1941-45 жылдары ГУЛАГ жүйесінің құрамына енетін 56 еңбекпен түзету лагерлері, 910 лагерь бөлімшелері, 424 еңбекпен түзету колониялары орналасыпты. 1955 жылғы 17 қыркүйектегі КСРО жоғарғы кеңесі соғыс кезінде басып алушылар мен ауыр жаласқан деп айыпталған кеңестік саяси тұтқындарға амнистия жариялайды. 1956 жылы КСРО орталық комитеті мен министрлер кеңесі нөмірі 14-43 санды жарлықпен барлық лагерлерді орналасқан жерлеріне байланысты одақтас республикалардың басқаруына береді. Ал 1960 жылы КСРО ішкі істер министрлігі нөмірі 20 бұйрығымен КСРО жеріндегі барлық ГУЛАГтардың жұмысын тоқтатады.